Баршаларыңызға сәлем, құрметті көрермендерім. Бүгін сіздермен бір ғана жұмыртқадан бірнеше осындай кекс дайындау жолымен, құрамымен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеомды соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Жасалу жолымен толық рецептімен бөлісетін боламын. Ал ендеше бастайық. Ыдысымызға бір жұмыртқаны жарып саламыз және қант саламыз. Жақсылап миксерлейміз. Одан кейін сұйық май және сүт құйып, тағы да бір араластырып жібереміз. Одан кейін ұнымызға алдын ала қосқыш қосып аламыз да, осылай бөліп салып отырамыз. Бөліп салып араластырамыз. Жасалу жолы өте оңай. Жақсылап араластырамыз. Міне осындай массада болды қамырымыз. Енді формамызға осындай кекстің формасын қойып шығып, үстіне 1,5 қасықтан құйып шығамыз. Пештеріңізді алдын ала қыздырып қоясыздар. 180 градуста 30 минутта пісіп шығады. Міне кексіміз дайын болды. Өте жұмсақ. Үстінен бассаңыздар жұмсақ, орнына келеді, ортасы толық піскен. Шай ішкенге немесе аяқ астынан қонақ келетін болса, осылай тез дайындап жібергенге өте жақсы. Видео ұнап жатса, видеома лайк басып, комментарий бөліміне пікірлеріңізді қалдырып, тіркелмеген болсаңыз каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Келесі видео рецепті кездескенше сау болыңыздар.